сөйтіп мінекей екінші Амстердамда жүретін күнім. Кеше сол скоростной поездынан түсіп, буквально сағат кешкі 6-да әрең осы жерге жеткен болғанмын. Ол бірінші қабатта осылай отырып, өзіңізге кофе, өзіңізге шай дайындап, рахаттанып, біраз демалуға болатын жер арналған. Кофе мен анау-мынаулардың барлығы тегін екен. Мына жақта ресепшнның түрі мынандай болады. Гамбургта жүрем деп әжептәуір суықтап қалдым. Әлі де болса өзімге келе алмай жүрмін. Бұл хостелдің ерекшелігі әлбетте тек қана қыздарға арналғандығымен мені қызықтырды. Мысал үшін Германияда жүргенде кейбір қыздармен, балдармен аралас жататын хостелда жатқан болса, бұл жылда барлығы тек қана қыздарға арналған. Мынау бірінші қабат, кіреміз. Бұл жерде өте тәртіпті, өте мейірімді ресепшонистер отырады. Кітаптардың барлығы тегін тұрып оқуға болады. Мына жақта суретке түсудің фанаттары үшін өте жақсы ойластырылған бір уголок бар. Кәдімгі гүлдің қасында, әдемі диванчиктердің қасында инстаграмыңызға әдемі қылып суреттер түсіруге болады. Мына жақта гитара бар, бірақ та гитара істейді ме істемейді ме онысын білмеймін. Оның қасында әлбетте тегін телевизор. Отырып алып, қалаған газетаңызды алып, DVD-ңізді алып, соны қарап отыруға болады, себебі Амстердамда көп жаңбыр жауатын ахуалдар көп. Мына жаққа келіп, бір мезгіл өзіңіздің тұрыңызды қарап кетуіңізге болады. Тағы бір ерекшелігі, мына жақта қырғын ыдыстар. Өзіңізде тамақ болатын болса, өзіңізде қандайда бір фрукт анау-мынау болатын болса, спокойно осы жерге ыдыстарға салып, бір жаққа отырып, әлбетте перекус қылуыңызға болады. Мына жақта ыдыс-табақтар, әртүрлі кухонный приборлер, кәдімгі өзіңіз тамақ істеуіңізге болады, себебі мына плитка бар. Су ішем, шай ішем десеңіз, мына жақтан чашечкаңызды алып баруыңызға болады. И мынау су кәдімгі ішілетін су екен, между прочим. Сондықтан даладан қымбатқа су алып әвере болғаннан бір рет әшейін сол су алып, жалпы осы жерге келіп, бутылочкаңызды толтырып алып, жалпы су ішсеңіз болады. Мына жақта болса анау-мынау, яғни мысал үшін завтракыңызға печенюшка болсын, или бір қандай вафелька болсын, анау-мынау алып тегінге істетуіңізге болады. Мынау кәдімгі холодильнигі. Холодильникте жұрттың тамақтары, ол вряд ли тегін бірдеңе бар. Ішінде бірақ қалай болса да, бірінші этаждың түрі осындай. Қазіргі уақытқа дейін впечатленияларым өте зор. Сосын ары қарай тік жүретін болсаңыз, осындай бір гладильный плюс бетіңізге макияж қылып, әдемі Амстердамда жүруге арналған осындай бір стульчиктер істелген. Опять же, утюжоктар, мына жақтағы майда шүйделер барлығы тегін, оны алып істетуіңізге болады. Ары қарай коридормен кәдімгі жататын андайлар бар, номерлер бар. Жалпы бұл жерде туалет. Бұлардың арнайы ұнаған жері немецкий дейсіз ба, или там әйтеуір Германияда, Нидерландыда жайғасқан хостелдарда, отельдерде әрдайым осындай туалеттер, жуынатын душтар номердің ішінде емес, сыртында болар екен. Сондай номерде сіз тек қана ұйықтап, тек қана дем алып, біраз аяғыңызды созып жатуға болар екен. Мына жақта, между прочим, тегін лэптоп ауыру адамдар болатын болса. Бұл қабатта да, мысал үшін байқаған болсаңыз,
барлығы өте талғаммен, яғни типичный инстаграмға, типичный осындай сұлулықты жақсы көретін қыздарға арналған эстетикалық мағынада барлығы оформление жасалған. И жалпы менің өзімнің номерім осындай бір ступенькалармен екінші этажда арналасқан болады. Сондықтан берер кеңесім, әлбетте Амстердамға келіп қалған жағдайда өзіңіз қыз бола тұрып, әлбетте осындай бір өте керемет, тағы да сравнительно арзанырақ хостелға жатып, аман-есен демалуыңызға кеңес беремін. Шашымызды әсемдеп болғаннан кейін жалпы далаға шығып, қыдырып шығу мүмкіншілігі бар деген ойдамын. Тек қана киімімізді ауыстырсақ болды. Енді көріп тұрғаныңыздай, жалғыз мен бір өзім емеспін бұл жерде. Тәлпіштеніп өзім боянып жатқан басқа адамдар да бар. Просто мен азанмен тұрып алып, жұртқа мешать етпеймін деген вариантта өстіп отырған едім. Жалпы Эйр Астанадан алған кішкентай сыйлығымды мен өзіме косметичка ретінде қолдандым. Оның түрі мынандай. Сондықтан рахмет сіздерге, Эйр Астана. Біз қыздарды ойлап, жалпы осындай вариантта косметичканы ойлап тапқаныңыз үшін. Жалпы шашымды уже ағартқаннан бері мен ешқашан оны выпрямлять етпегем. Сондықтан өзіме да сюрприз болды негізі. Шаштан осындай әдемі болып шыққаны. Одан бұрын тек қана бұйралап жүргем. Себебі кейбір жерлері сарылау, кейбір жерлері апақтау болғаннан кейін өзімді өзім бір түрлі сезінгем. Қалай болса да, ары қарай қалаға шығармасақ, ол жерде. Сөйтіп екінші этаждан шығып, мен тұратын номердің эстетикасын қарайтын болсақ, осындай бір әдемі чемоданчиктер вариантында оформление жасалған екен. Мусорный ящик, коридормен бір жақтағы номерлер и жұрттар отыратын осындай бір әдемі жер бар. Ол жақта туалет пен душевой бар. Әртүрлі суреттермен оформление жасалған коридор. Негізі әрбір бөлме өзіне жараса бір тематика вариантында оформление қылынған. Мысалы үшін менікі сәл сероватый, черный, білмеймін, Ив Сен Лоран темасындағы оформление істелген номер. Ары қарай ссылка көрсететін болсам, осы хостелдің рекомендацияларын сайтын сізде өзіңіз көруіңізге болады, және қандай бұл жерде номерлер бар екенін. Жалпы мен байқағаным, розовая мечта или донаты вариантында, яғни тәттіліктер вариантында істелген номерлер бар. Сондықтан бұл не только безопасный хостел, тек қана әйел кісілерге арналған, но эстетикалық мағынада өте талғаммен, өте әдемі жасалған әдемі хостел деп ойлаймын. Мен тұратын хостелдің айналасы осылай болады сырты. Улицаның аты бір түрлі. Дұрыс айтуға әрекет қыламын. Биджелмел арена. Маған қазір қызық болып жатқаны осы Lidl деген магазин. Себебі ол Амстердамдағы, сравнительно арзанырақ и қолжетімді бағадағы магазин деп есептеймін. Сөйтіп мен ары қарайда болса өзімнің метромды іздеп жүрмін, себебі бұл жерде жұмыттар олар. Ешқандай бір тегін Wi-Fi немесе сондай бір қолайлықтар істемеген. Мысалы үшін Германия ұқсап. Көріп тұрғаныңыздай, мына жақта кредиткаңызды салып, наличка ақша алуға болатын қолайлықтар бар. Бірақ барлық жерде карточкамен қолдану мүмкіншілігі болмағаннан соң, мен әлбетте аэропортымыздың өзінде Эйр Астанаға отырудан бұрын Астананың өзінен Халық банкінің банкоматынан
бұрын салып қойған евроларым сол жерден шығарып қойғам. Сондықтан мен дәл қазір наличкамен қыдырып жүрген болатын. Түсініп тұрғаныңыздай, мына бір үлкен здание, на самом деле муниципальная школа екен. Бағанағы Беделма аренанын. Барлық жерде оформление. Опять же, гүлдер, бутиктермен әсемделген. Мінекей бағанадан бері айта алмай айтқан сөз. Амстердам, Беделма арена. Қазір азанғы 9, воскресенье. Сондықтан барлығы ұйықтап атыр деп ойлаймын. Азанмен ешкім тұрып алып қыдырып жүрмейді. Барлық магазиндер практически жабық. Бірақ сонда да бағанағыда айтқаным хостелдағы тегін кофе, тегін печенюшкелер. Сонымен ақ завтракать етіп қыдыруға болады, пока транспортта онша көп адам болмай тұр. Жалпы ең басты стереотип. Яғни немістер, жалпы амстердамдықтар тек қана велосипедтермен кең қолданады деген стереотипте дұрыс болып шықты. Себебі жалпы Гамбургтан келіп атқан кезінде де именно осы Амстердам, Нидерландия зонасына түскенде осындай бір қырған барлық жерде велосипедтер көрінуді бастады. Айтпақшыдай, бұл негізі метро екен. Қазір сол метроға кіруді байқап көрсек. Сөйтіп осындай турдағы турникеттен өтуден бұрын әлбетте сіз билетті сатып алып, анандай бір автоматтан ары қарай кіруге сізге рұқсат беріледі. Амстердамның ерекшелігі ар метроға кіргенде ешқандай обязательно check-in, check-out қылу керек. Әрине, дәл осындай автоматтарын шығып кіріп. Сондықтан билетіңізді жоғалтып қоймай. Болды, мен кірдім, ары қарай маған керек емес деген сөздер мүлдем болу керек емес. Байқаған болсаңыз, бұл жерде автоматтар билет сатып алатын әртүрлі. Осындай біреу бар, сосын мынандай бір. Мысалы үшін мен кеше келгенде бір автоматта қайта именно Амстердамды қай зонасына барайын деп атсын деп сұрай бергеннен кейін мен оны билетін вообще ала алмадым. Ағылшынша. Мына жақта бір күндік опцияны алуға болады. Как раз бізге именно ГВБ деген компанияның билеті керек, себебі ГВБ Амстердамдағы ең басты билет сатушы компания болып есептеледі. Мысалы үшін немен төледі айтып жатыр? Наличкамен или карточкамен? Әрине, менде карточка болғаннан кейін карточкамен қолданам деген ойым бар. Карточкамызды қоямыз. Басып. Сосын мына ол жанады. Карточкамызды қойып. Ол билетіміз кейін мына жақтан түсу керек. Мына түсті. Осы билетті алып, жалпы көрсететін адамдарыңыз болатын болса, мысалы үшін кондукторлар сұрайтын болса, билетіңізді соларға көрсету керек. Жоғалтып қоймай, бір күн ішінде әлбетте ең бюджетный вариант ретінде Амстердамда мысалы үшін бір-ақ күн жүретін болсаңыз, осындай билетті сатып алған сізге более-менее қолайлық көрсетеді. Чем бір сағаттық, мысалы үшін 3 евроға или бірнеше тек қана бір-ақ жерге баратын, білмеймін 2 евро. По-любому сіз турист болғаннан кейін әлбетте бір жақты жоғалып қалатын болсаңыз, и өйтіп күйіп, нервіңізді қоздырып жүргеннен әлбетте осылай бір күндік билетті сатып алып, жалпы спокойно жүрген дұрыстау деп ойлаймын. Ал жалпы болатын болса, мен қазір центральный ЖД вокзалға барып, себебі соқтан басталады барлық Амстердамдағы ең күшті достопримечательностьтер, пешкаря жүріп, ақшаны онша көп істетпей, жалпы соқтан бәрін көруге болады. Үлкен бір басқа жерден келетін жағдай болса да, үлкен немесе кішкентай.
Endi men hozir turayotgan rayon ulkan или kichkintaligini bilmayman, biroq qalay bo'lsa da, любой путешествиямizda sentralniy vokzaldan boshlaydigan bo'lsangiz, любой европейский qalani albatta жоғалып qolmagan немесе o'tib qolmagan variantga tushadigan bo'lasiz. Әрине, осындай знактарға қарауды ұмытпаңыз. Себебі осындай знактар сізге арнайы қайға бару керектігіңізді көрсетуші знактар. Мысалы үшін мен жағдайымда, мен центральный автовокзалға бару үшін, автовокзал емес, ЖД вокзалға бару үшін 54 номерді метроға отыруым керекпін. Значит, осындай знактармен, жай-жаймен, мен мысалы үшін осындай бір турникеттен өтуім керекпін. Сөйтіп бірінші этаждан екінші этажға эскалатормен шыққаннан кейін мынау бір таблоның арқасында жазылатын болады. Сіз дейтін центральный вокзалға барайын деп жатсыз ба, немесе басқа жаққа барайын деп жатсыз ба. Сондықтан шыққаннан кейін мысалы үшін оғанда внимание обращать етуге әрекет қылыңыз. Мысалы үшін мен баратын жер мына жақта болатын болады, 54 деген. Мысалы үшін мынандай бір жерге баратын болсаңыз, ол или жоқ, кейін деген вообще басқа тема, по-моему. Центральная станция ол басқа тема. Сондықтан осы жақтан отыру керек деп ойлап жатырмын. Адаспасам. В крайнем случае, сіз екіленіп жатқан болсаңыз, әлбетте осындай бір таблоға келіп, оны да тексеріп көруіңізге болады. Осылай демекші. Немесе екінші жағынан осылай. Міне, кейін болғандан кейін бұл мен тұратын аренамен тасылып жатыр, кішкентай ақ. Значит, бұл дұрыс емес. Мына жаққа барып қарайтын болсақ, бұл менің аренамен басталып, конечный центральная станция болып тұр. Значит, біз осыған отыруымыз керек. Бағана отырған метроның түрі осындай болады, іші. Жоғалып қалам деп ойламасаңыз болады, себебі мына жақтан әрбір станцияның аты көрінеді. Немесе французский вариантта осындай бір табло болады. Жанып тұратын. Соған қарап, кіріп, шығып жүруге болады. Мына жақта практически барлығы туристер. Сосын әлбетте Альберт Хайн деген магазинға кіріп, мысалы үшін тамақтанып үлгермеген болсаңыз, хостеліңізді қостап, аман есен, осындай бір арзан бағаларға жалпы завтрак алып, сол ЖД-ден шығып, перекусын қылсаңыз болады. Альберт Хайнда негізі бағаларының барлығы өте қолжетімді. Плюс бұяқта самообслуживание. Яғни кредиткаңызды, ақшаңызды қойып, спокойно кетуге болады. Жұртты мазалап отырудың орнына. Мінекей, бір амалдап метроның ішінен шықтық. Перекусонымызды алып, арғарай. Пешкаря просто тупо қаланы аралап жүрем деген ойдамын, себебі бұл бюджетный вариант. Ешқандай театр, музей, анау-мынаулар болмайды бұл видеороликті. Тек қана пешкаря неға жүрем.